Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауықтың филесімен осындай киш дайындаймыз. Өте әдемі шықты, дәмі де керемет. Енді егер сіз сырный сливочный начинка ұнататын болсаңыз, онда міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сондай тестосы да жұқа, әдемі болды. Сондай-ақ тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Ең алдымен қамырын дайындайық. Жұмсақ сары майға бір жұмыртқа саламыз. Негізі сары майдың сапалысын қолдансаңыздар, мысалы мен осы жолы президент майымен жасадым. Ол қамырдың дәміне сондай қатты әсер етеді, бір сливочный ерекше дәмі болады. Осыған кішкене ғана тұз саламыз, андай шай қасықтың ұшымен. Сөйтіп осы үшеуін жақсылап араластырып, үстіне ұн саламыз. Содан кейін 1-2 грамм ғана осылай кішкенемен өлшемедім, осылай қасықтың ұшымен разрыхитель салып, осыны араластырып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жаямыз. Форманың диаметрі менде 26 см, енді соған сәйкес келетіндей бір 27 диаметр етіп жайып, сосын қамырымызды формаға жайғастырамыз. Қамырдың шеттерінің бәрін келтіріп болғаннан кейін вилкамен осылай тесіп шығамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Осындай көк пияз, енді көк пияз бұл жерде бір пучогы көбірек болады, соның мен жартысын қолдандым. Примерно бір 60-70 граммдай. Осыны жуып, жақсылап турап аламыз. Содан кейін тауықтың төс еті. Төс еті дегенде филе деп сатылады, соны қолдандым мен. Оны осылай үлкен кубиктап етіп турап аламыз. Начинкасының керек заттарын бәрін осылай салып аламыз. Көк пияз, тауықтың еті, жаңа сырды теркадан өткізіп аламыз. 2 жұмыртқаны осылай саламыз. Содан кейін 20% сливкиді құямыз. Сосын дәміне қарайын тұз. Мен тұзды аз салдым, өйткені менде филе алдын ала тұздалған болатын. Содан кішкене қара бұрыш салып, осылардың барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Содан кейін бағанағы қамырымыздың үстіне құямыз. Сосын алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында үсті сәл әдемі болып, қызарғанша золотисты болып солай пісіріп аламыз. Бүгінгі пісірген киштің рецебі осындай. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және аптасына 2 рет видео салынып отырады бізде. Соны жіберіп алмаш үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және осы видеоның астына комментарийға алдағы уақытта қандай видео рецепттер көргілеріңіз келеді, соны жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқып өзім жауап беремін. Және қолымнан келетін пісіре алатын нәрселер болса, мен видеосын түсіріп сіздермен бөлісемін. Көріскенше.